Ең алдымен шығарылымды көрмес бұрын біз өзіміздің YouTube арнамыздың оқырмандары арасында ең қызықты комментарий жазған оқырманымызға ақшалай сыйлық беретінімізді ұмытпаңыздар. Олай болса ең алдымен біздің каналға тіркел және де қызықты комментарий жазып ақшалай ұтыстың иесі бол. Армысыздар біздің сүйікті арнамыздың сүйікті көрермендері, бұл әдеттегідей хихикая жобасы. Бүгін бізде ерекше жан, жайдарманның чемпионы, өзінің ауылының орысша атауын қазақшалаған кәдімгі адам, Боранқұл ауылының құрметті азаматы десек болады. Нұрбол ағамыз келді. Нұреке, қош келдіңіз. Қош көрдік, қош көрдік. Қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Жақсы ма, барлығы? Алло. Бәрі жақсы, әдемі. Мен мынаған сөйлей берем ғой, бәрі күшті, тамаша. Көрермендер шығарып тастай қоясыздар ма? Бәрі күшті. Қайдан келіп жатсыздар? Қайдан жүрсіздер Алматыда біздің? Біздер дейтін жаңа бір жерде отырғанбыз. Керемет жер. Мен айтып берейін былай. Осы басталмай тұрып айтып берейінші. Осы жерге қалай келдім деген сұраққа жауап берейін. Мына Асфикті түсіретін бір 6 камера болса, тіке өзін алатын. Кеше Инстаграмнан жазады. Братан, осындай түсіріп тастайық, осындай деп. Көрейік, сондай дедім, короче. Содан қалып қойды. Давай дедіңіз ғой, братан, сіз? Давай деген жоқ. Компьютерде отқан кезде жазады ғой мана. 8-де сағат. Компьютерде жұмыс істеп оттыңыз ба, аяқта? Шаруамен ғой, аяқта. Бос жүрмейсің ғой, аяқта. Со енді Асфик бір түрлі қарауыт ма? Барынша кетіп қалып түсіп алмайсыз ба? Түспеймін деп ренжіп қала берсең. Бәрі Президенттер өзінің басынан өткен қызықты оқиғаларын айтады. Сіз енді соны әзіл майталман ретінде кішкене құйтырқылап отырсаңыз, Қазір мен историям ары қарай осы жігіттерге история, оқиға қандай болу керек, соның үлгісін өзіңіз көрсетіп тастайсыз енді бұйырса. Кеттік онда, бастайық алғашқы. Қазір мен 2-3 рет өзі тиішті қам, соң қуасы өзіңізде сондай болып қалам ғой. Біріншісі кетті. Ой, енді сен оны біліп тұрсаң, неге қатыспай қоймайсың? Өзің біліп тұрсаң. Ақша қосып қойдым да неға. Алғашқы оқиғадан бастайық. Уже екіншісі ауаға кетті, ақша қосып қойдым деген. Алғашқы оқиға былай дейді. 30 шешенмен 4 қазақ болып ерегестік дейді. 30 шешен. Жігіттердің біреу. Оқиға машын или алдараспан ба? Сол, ровно прямо 30 екен, 30 шешен. 4 қазақ болып. Шешен дегенде қалай, тілге жатып алған ба, әлде Шешенстанның адамдары ма? Шешенстаннан келген тілге жатып алған адамдар екен. Шешендер ғой. 60 болып кетті ғой. Мына осы. Кетті маны. Кішкене күтекші, мүмкіндік берекші. Сен шығады қазір. Сен есік алшы, карт ойнап отыршы. Так, 30 шешенмен қырылып қалған. Бұл кімнің оқиғасы болуы мүмкін осы жігіттердің арасында? Ернар ол сразу қашып кетеді деп есептейік оны. 30 шешеннен тоқтамай қашып кетті десе... Мен тіресетін балаға ұқсамаймын. Бұл енді кішкене качкілер жүр. Бұл сәл бұрындары болған оқиға бірақ. О, жеп қалғаннан кейін кім бұрын ба бір? Рижи алмаздың ба біреудің оқиғасы емес ба? Осы, маған хабарласқан кезде де паражняк қылып айтты. Біреуге сөйлегенде де бір паражняк қылып бірдеңе айтып қалып, тайжып қалған шығар деп ойлаймын осы Асфик. Өте тілінен ұсталып, ан жерде бар ғой. Бұлай мына екі қолдың мінжерімен қашып бар ғой, артқа қарай. Асфик шығар деп ойлаймын сол. Дәл ма? Дөп түстіңіз, Ол не история? 90 жылдары болған оқиға. Оқты. Ол кезде мен -20-дамын. -20. 30 шешенмен ол қалай болды ол? 30 шешен дегенде 30 шақты ғой енді. Нақты санаған жоқсың. Нақты санай алмайсың ғой жерде, айтып берейін да. Бүйтіп, туелесейді. Біреу, екі, үш. Оқиға орнында қызықтарды айтып берейін да мен. Алматыда болды. Алматы қаласының бір көшесінде болды, Әл-Фараби деген көше бар Алматыда. Сол көшенің бойында келе жатырмыз машинамен, 4 бала болып біз. Келе жатсам Әл-Фарабиде көңілім тасып дейсің. 3 бала ол. 30 шешен 30 шешен келеді, кербең бағасы. Ойпырмай шешендайды. Машинамен келе жатырық та, Келген капуста ма?
Не болды манас? Екі адам кетіп қалған сияқты. Теген капуста. Адам тағы бір адам бар ма? Так, маған мышканы әкелші, манасты. Манасты былай сыртынан бүйтіп төлпішті қылып алып, корзинкаға іліп тастайын апарып. Сөйтіп машинамен келе жатырық та, Теген капуста. сол жақтағы полосада Ол қайтпайды бір жақсы жері. Қоймасаң ка 30 шешен шақырамын. кілең мощный машиналар өтіп отыр, короче. қатынасаң екеуі Новый. И ана біз енді Алматыда 10 жылдай болды жүргенімізге, осы жақта оқып Жүріп атқан сендер ғой жүріп қазір. атқан демей ақ қояйын енді, осы жақта жүргенімізге. И ана машиналарға по-любому таңғаласың ғой, ауылдың баласы болған соң ше. Әште, Алматыда көріп көрмеген машина ма кәдімгі? Негізі көріп жүрген машиналар, Былай. бірақ бірге жақсыдан қаламыз ше, төртеуміз. Сол күні таңғалғыларың келіп Ана қалды. оны бірге жүргенде әдемі машина. Біраз уақыт жолықпай кеткен группаластарымыз ғой төртеуміз. И сол күні жолығып тұрып. жолықсақтан қалып тұрғанбыз десе сөйтіп. Жақсы айтты. Өткенде таңға дейін жүрді. Сен тычкілерің өтіп отыр ма? Айта бер. Андай. Дым сымба, сен керемет айтып отырсың. Манасты қойшы. Әр машина өткен сайын еба деп машинадан басымыз шығарып сөйтіп таңғалып отырып көріп. Өздері машинада отырсыңдар. Өзіміз де нормальный машинада отырмыз. Өздерің сол машинаның ішінде кетсіңдер. Терезеден басын шығар, өз-өзіңді қарап Төрт басшыға ма? төрт жағында. Зикр деген автокөлікпен келеді. Өздері Жақсы келе жатыр екенсің. әдемі машинада. Сендер әдемі бомжсыңдар ғой. Бомж, анау енді бәрібір таңғала береміз, короче. Не үшін Иә. таңғалып келе жатырық. Бір 10 шақты машина өтті, бәріне таңғаламыз. Бәрі 08 деген региондағы машиналар. Бәрі бірге кетіп баратқан түсіндік, короче. Кортеж Иә. сияқты болып. И тағы бір машина БХ-ға бүйтіп қараймыз деп, балалар терезесін ашып бүйтіп қарап еді. Ан жақта бір мужик отыр, сақалды, тақырбас, качок, короче. И жанында Мен сияқты деймін, деді ғой енді оны. жалпы келеді былай, сақалың өсіріп алып, шашыңды алсам, сәл семіріп, качок болып кетіп, шешен болып кетсең келеді саған. Көп пайдасы деген сияқты Ернардың сізге. Ернар жақсы айтып отыр. Сөйтіп қасында тағы 3 қыз отыр, ана сестренкалар екен, үшеуі ше. Иә. Біз бүйтіп қатты қараған кезде ол ойлаған, типа, Қызға мен қарады. сестренкаларыма қарап жатыр деп ойлағанда, бізге қарап, ерегес басталды. чё смотрите деп анау кәдімгідей бұққа тойбаған анау. Шешенше сөйле демейсің бе Біздің енді? балалар да сәл қорқып қала ма дедім. Ана тіліңде сөйле десең. Шешен сөйлеген түсінбей қалсаң бетер. Чё дерзишь деді ғой біздікілер. Мен енді орысша ерек самаймын. Орысша ерексу деген Басқа бір жігіт сөйлеп жатыр, Басқа деген орысша сөйлеудің. Да, нет, де қиын ғой ол. Чё дерзиш деді. Чё дерзишь деді, ау деп сөйлесіп жатыр өздері. Ау Иә. тұрса екеуі бір. Осы Өшірде. түйшін күттім, сол үшін айттым осы. Өшірде. Ақпанға түсіп қалдың. Так, Асфик, пауза басып қойшы өшірде. Короче, біздің команда Тұрар бар ғой. Бір история айтып жіберейінші, ұмытып қаламын қазір. Сол шешен. Біздің команда Тұрар бар ғой. Сол, короче, машинамен кетеді ғой. Теген капуста. Жоқ, қасында үш қарындасы бар. 10 шақты машина болып кетеді, бір зикір тұрады ғой жолдың ар жағында. Деп сендердің историяларың болса. Ойын айтам, Америкада оқыды ғой. Тұрар ма? Иә. Не оқыды Америкада? Астанада оқыды, Америкада 2 айма, 3 айма оқыды. КВН оқып. Намаз Сол оқыды. Америкада бір қазақ Намаз балдар, оқыды. Америкада қазақ балдар американецтермен қырылып қалған ғой бір клубта. Ана Америкадағы қазақ балалар ғой, типа, иә? Жоқ, Қазақстандағы қазақ балдар, мексиканецтермен қырылып қалған қазақ бала. Қазақ бала. Анаған қарап, камон, камон, мұнда кеше, о, короче. Соң ағылшыншасы ғой. Сосын айқайласып кетті да, анау енді семьясымен келатқан соң ол да до конца кетіп тұр да, төртеуіміз ғой, біз басында көрген жоқ төртеу екенбіз. Сонымен ерегісіп жолдың шетіне тоқташы деген әңгімеге кетті ғой шым. Қыздар әдемі, Сендер иә? қалай Қыздар әдемі деп айта алмаймын. Машинада бірге кетсіңдер Бірақ ма? Бір барлық қыз әдемі полосада ғой, былай. қазақ қыздар бірақ. Бір полосада кетсіңдер ма машинада? Қалай сендер? Қалай? Ол жолдың шетіне тоқташы деп тоқтап тұрған машина. Әл-Фараби. Трасса емес, қандай жол емес қой, Тропқа полосалары Алматы, тропқа көп жол ғой. Мен Құлсары мен Боранқұлдың Ол арасында жерде жол сияқты ойлап тұрмын ғой мен. сондай ғой. Сөйтіп жолдың шетіне тоқтайық деп келістік, короче. Сөйтіп жолдың Орысша шетіне келістіңдер, иә? Нұр Мүбарактың жанына жақын жерге тоқтадық. Иә. Біз өзіміз тоқтадық бірінші. Кішке ұрмайды ғой депсіңдер ғой. Сәл пәл енді сақалы Нұрмүбарактың бар. жанында. Шешендер сәл иманды болады деп естігенбіз ғой енді. Кешіреді шығар дегенбіз ғой. Сөйтіп Сендер қорқып тұрсыңдар ма? Неге сәл қорқасың ғой енді. Намыс қой ол жерде жібермей тұрған просто. Дәу аналар. Айтып беремін ғой сияқты жерін. болды ғой. Сөйтіп
ой келет саған келет болды. сен сияқтылар Сен сияқтылар. машинадан тебетіне қолын терезесінен шығарып Короче, Тиесің машинаға, короче, аяқсыз. ананың біреуі сен сияқтылардың жүзі ғой, короче. 100 ернардың күші бар біреуінде Қорқпайсың ғой. 30 күші бар деген сияқты. 30 ернар кеседі сөйтіп тоқтадық артына жаңағы главный рөлдегі жігіт тоқтады сақалы бар Главный рөлдегі. Кино емес. кино дей берші тоқтады да біз түспедік короче екі бала түсті да енді екеуі анамен тең болып тұр шамалы Сен түспедің ғой. мен түскен жоқпын артында отқанбыз екі бала түспей оттық сөйлесіп отты да и бірден адам көбейіп кетті короче Иә. артқа түсіп шығып біз де көппіз деп Біз де. ол п болып айтылу керек онысы Сөйтіп шықтыңдар. Төртеу болады дедіңдер ғой. сөйтіп сыртқа шығып ек қарасақ бір 30 шақты адам жүр ғой сөйтсек бағанағы машиналардың бәрі сразу тоқтаған ғой короче Иә. ол Бізге де звондап қызыққан, айтқан бізге де екен короче бір екеуіне ше Йоо. тоқтаңдар деп сонымен ана жерде қырғын ерегіс болып жатыр ана жаңағы главный дедім ғой ерегіскен біз сол ашуланып жүр короче дәу жанынан да жуан ғой короче анау жанынан ше Қасындағылар тоқтатып жатыр. қасындағылар сабырлы екен кәдімгі Андай Иманды. ауылда төбелесе андай болады ғой, тоқтатып жатқанда екі қолдың арасынан тебетін көрдіңізші. Анау сөйтіп жүр ма, короче. анау кәдімгі қопарайын деп жүр короче Біреудің қолтығының арасынан тебеді ғой. бізде арамызда бір сәл орысша дұрыс сөйлей алмайтын бір бала бір сол кетті ғой сонымен бөлек Сенен де бөлек. сөйлесуге. менен де нашар сөйлейтін бір бала бар сол Бірақ духы бар. бүкіл нәрсені мойнына алды да кетті ол ерегісіп тұр ғой Сөйтіп қабдол кетіп қалды, Бүйтті иә? ма? Бүткіл 20 миллион Қазақстанға қарап, мен барам деді ма? қабанбай Күллі ұқсап Қазақстанның атынан өзім барам деді ма? қабанбай ұқсап кетті ғой әйтеуір шетке қарай кетті олар Иә. бүйтіп сөйлесіп тұрмыз ана қалғандар андай сабырлы біздің балалар оталып тұр өздерінше көп ұқсап ше ана жігіт кәдімгі өте түсінігі бар жігіт екен Иә. ұрыспайық қырылмайық бір Қазақстанда жүрміз анау мынау деп әңгіме короче дұрыс шешілді да соңында Қазақ Не да шешен бір понимать. туған дейтіндер кетіп жатыр, иә иә? шешен қазақ бір туған қазақ шешен бір туған Сен не істемедің ба? Бір қандай мен сезімде андай боласың болдым ол короче жерде кейінгі кезде өзі? уже қорқып тұрмын ғой енді дәулер Сен просто қарап тұрсың сол жерде. иә мен сөйлей алмаймын орысша вообще орысша болып отыр әңгіме Сен киноны телевизордың ішіне қарап тұрсың. Еще удар тиіп кетуі мүмкін телевизордан. төбелес басталып кететін сияқты болды да и шетке қарай тұрмын ғой короче и Иә. қасымда бір сәл бой кішілеу біреу Ана тұр. шетке Мынау қарай. сияқты. енді олардың бәрі дәу емес қой ішінде болады ғой Иә, сен сияқты нормально. Шетке қарай шығып, сәл аяғын бүйтіп түсіп ана қашып кетуге ыңғайлы қылып, на старт резко жүгіріп кетуге. төбелес басталып кетсе осыны бір 2 рет ұрармын деген расчетпен тұрмын мына жерде сөйтемін қайта Анау сәл жігіттер екен Анау сәл кетіп қалатын айтса еще. олар жаңағы қызға қарады деп ойлағанбыз машинаға қарағанбыз дегенбіз Сол анау түсіндірді барып. ол түсіндірді олар түсіндірді біз түсіндірдік сонымен бір Жоқ, мана сендердің аттарыңа барған бала қалай түсіндірді деймін да? Орысша білмейтін бала. Сол қызық болды ма? Машинаға келгеннен кейін, ол андай болып жоқ, машинаға келгеннен болған жоқ па? Қалай түсіндірдің аналарға? Жа, бізге бүйтіп кеткен бала ғой, Иә. Күллі Қазақстанның намысын мойнына алып кеткен бала ғой енді. Олимпиада сияқты күтіп алу керек қой ел оны. Аэропорттан кітап беріп та. ондай болды машинаға кәдімгі маза болды да Иә. машинаға бір отырып ек жегізіп тастағансың ғой оның жегізіп тастамағанына 100% сенімді отырмын Көріп тұрсыңдар. Жегізбегенін көріп тұрсыңдар. қиналып отқанын көріп тұрған сөйлей алмайшы Иә. бірақ әйтеуір енді дұрыс болып кетті соңы Андай болады тату осы. тәтті өмір сүруіміз керек көп ұлтты ел ғой қазақстан Барып жиқып қаласың ғой өзің біреумен Иә. қылғанда жиқып қалады да бүйтіп келіп отқан кезде. Неге бүйтпедің, неге бүйтпедің деп отқан кезде. Енді бірдеңе етсе. Енді бірдеңе десе екен деп отыр едім дейді. осындай сәл қорқынышқа қызыққа толы шытырман Қазақ оқиға болған азаматтар болмады ма былай өтіп жатқан сонда бір көмектесейін дейтін? әңгіме бітеді ау деген кезде бір қазақ балалар келіп тоқтады ғой джиппен біз иә. андай қуанып кеттік енді қазақтарға тиіс жабылып жатыр деп андай жанаш тоқтады ма десек олар да сол шешендермен жүрген қазақ екен Қойшы. Иә. сонымен Болмаған қапты екен. онда. енді нұрмұбарак Бұл енді негізінде күлетіндей жағдай емес екен. вообще күлетін жағдай емес енді Ол Бірінші қазақ мамыр шарты бауырымызға деген мынау, иә? көмектесетіндей жағдай екен. Мека балдар жинай берейін. номері бар если Неге метаға бара берейін, балдар жинай берейін. Қандай машина олардікі? мен ажырата алмаймын андай бхлар джип бх ашим бх сондайлар Ол әртүрлі ғой, ол қызығатындай емес қой.
қара джип былай бүйтіп кетіп жатса әртүрлі ғой бүйтіп қараған бір кезде темпте емес та бүйтіп ауысып отырады әдемі. зикрға қызығатындай болып тұр. иә анау бүйтіп тұр ма қара Жоқ, көрсең қызығасың анау. БХ-ның новыйлары. асик андай ма 5 джип 5 легковой ғой и джип легковой ғана андай типа биткен сияқты кетіп жатыр ма Анау жүректің сол соғысы сияқты қызық кетіп па андай жатыр. қарап тұрғанда дірілдеп кетіп жатыр ма көз алдыңда Енді бұл оқиғадан шығатын түйін енді бұл жерде шешендер де бірден дауға келіп төбелесіп кетіп жатқан жоқ қой. Иә, олар өте білімді жігіттер екен, Сабырлы өте шешіп тұр ғой. сабырлы, иә. Енді Әйтпесе бізде 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады қазақ елінде жалпы. Шешенстанның телевидениесіне Иә. кететін сияқты. Ол кісілер қызуғанды болса да ақылға салып тұр екен бұл жерде енді. Қатты Екі риза жақтікі де болдым. дұрыс болып тұр енді. Біздің 4 Былайша бала айтқанда. дұрыс емес. дұрыс айтасың моңғол бауырым түсініспеушілік қой енді ол жерде. Сізде Иә, нұреке иә, бір әдемі ерегестерде бір қызықтар болды ма сондай? Болған шығар. Ауылда төбелестіңіздер ма мүмкін? менде Адам өлімі деген жоқ сияқты. менде қазір болады кеш асып иә ондай история деген былай басқа тағы историялар айта беруге болмай ма Иә, болады. айта берейік та қазір есіме түсіп жатса походу айтып жіберемін Болды. мен мына жерге ұйқыдан тұрып келіп тұрмын да просто ұйқыдан оятып алды Ұйқымен төбелес болды ма? Деген сияқты ғой. иә резко бүйтті ғой айтып қалды да миы неге айттың қуасың ба неге айттың андай батып бара жатып біреудің қолынан ұстап бүйтіп шығып кетесің ғой сөйтіп шығып кетті еще былай қарап уф дейді ғой Менің миымда осындай жоқ қой деймін да. е бар сенде бар дым қысылма Қандай оқиғаңыз бар Нұреке? Басқа тақырыптарда бола ма? Сайтта бірге Иә, шығып ол- кеткеніңізді айтып берсеңізші. Сайтта бірге шығып кеткеніңізді болады шығар. Кеттік онда келесі Кеттік. оқиғаға. сол тыныш Иә, болар иә. еске түсіріп аламыз Сол тыныш болады дейді. Талдықорғанға биден жарысқа барған екен. Осы арамызда екі жігіттің бірі енді. Мен таптым ба? талдықорғанға биден барған енді кішкене икемі келетін манас шығар деп Иә. ойлаймын Сіз алдыңғы выпустарды көрсеңіз, аяғы жарамайды да биге ше. ағаштау ма Мынау протеза менде. бір аяғында алтау ғой. Бір аяғында алтау ғой. Алты башпайы бар сол. аяғы тұяқ Бимен айналысқан екен ол кездері. Бидің өзі спорт қой. Жоқ, негізі бірінші биге қалай келгенімді айтып берейін. Қалай келдің биге? Анау 2015 Асығы болып кетті. 2015-ші 2001 сол жылдары КВН-де билейтін командалар көбейіп кетті ғой. Білесіздер иә Билейтін альянстардың кезінде Намат келіп, сол кезде билеген жоқ қой Грант билейді, Намат билейді. Грант қатты билейтін. Жоқ, бүкіл команда билейтін. Қармақшы билейтін, Қармақшы билейтін. Казиту билейтін. сондай ма Поколение болды. Назар аудар қалай билеп билетіне. тұрған кезі деген сияқты. манағын кешірдім Кеттік дегеннен кейін Иә. көп команда билейтін еді сол кезде. Соған бола биге қатыстың ба сонда? Сөйтіп, жоқ, біз сол мектепте ойнап жүрген кезде анау Наматтың, Альянстың, Гранттың дейтін бар ғой. Әнне дейін білет. иә Солардың бәрін Қосып, қосып папури емес. ма? Жоқ, билейтінбіз Не енді? басында. КВН-да Иә. билейтінбіз. Сөйтіп КВН-да билеп, анау кәм полный халық жиналады ше есікте КВН-ға. КВН-ге қарағанда биді жақсы істеп Иә, сөйтіп бізге анау ауданнан бір басшылық айтады ғой, сендер КВН-да билеп жүрсіңдер ғой, біздің Есік қаласында биден жарыс болайын деп жатыр, сендер соған қатыссаңдаршы дейді ғой бізге ше. Жаба о кез келе жатыр деп. ақша тігіледі Ақша тігіледі, 200 мың теңге ма сондай тігіледі. Сосын біз давай балдармен жиналамыз да, давай қатысайық дейміз да, и бүкіл КВН-дағы билерді андай дейтінмен қосамыз ғой. Бір би бітеді. қойдағы сияқты ма қалыңдық шықтырып билейді ғой Багаж билері ғой, багаж. Бумбачале деген бар арасында. жыбы бар ғой да ішінде Бар. Бар, бәрі бар. осы жыбы бар ішінде да Сөйтіп анау Наматтың андай шафл дэнс дейтін биді білесіздер ма? Бүйтіп аяқпен. Иә. Білесіз ғой, иә? шафл дэнс иә мен соны көбіне жиі билеп тұрамын
мен үйде отбасыммен Сондайды көбіне болсаңыз да. әр жексенбі шафл дэнс Шафл дэнс күні деп атала ма? иә бізде 14:00 мен 16:00 арасы шафл дэнс уақыты, а 16:00 18:00 бассейн бізде. сөйтіп қатысамыз ауданда 18:00 18:15 боржом ішеміз ортасында. А 18:15 18:30 күріш жеуамыз ортасында. Өзіміздің уақытпен жүреміз да. Кешкі 7-ден түнгі 2-ге дейін индийский кино қараймыз. 5 сағат 3+2. қазір соны уақыт еттіңіз. Шафл сөйтіп дэнс. аудандық биден біз бірінші орын алып кетеміз ғой. Анау бишілер қатысып жатқан Оларда басқалары. квенчиктер ма қатысып жоқ барлығы бишілер. Анау бишілер гран-при алады, жақсы билегендер. Екі команда қатысты ма? Жоқ, 10 шақты команда. Типа 2-ші орын алыпсыңдар да. Алар бас жүлде ғой. Аналар бас жүлде, біз бірінші орын алып тұрмыз. Онда Манасқа бір қолқа сап биін көріп Ендеше сіздер қонаққа дейді. қонаққа де. Студияда, қонақта. Местный каналда передачаларда да. Ендеше қонаққа дейді деп шығарып жібереді. Сөйтеміз да, біз бірінші орын 100 мың теңге ұтып аламыз. 100 мың теңге ұтып аламыз. Ол жылдары 100 мың кәдімгідей. Кәдімгідей ақша ғой. Сөйтіп би біткеннен кейін жиналыс дейді ғой. Анау бірінші, екінші, үшінші орын алған командаға ше. Қате беріліп кетті дейтін сен. Шатасып кетті. Айтпақшы сендер емес деп па. 3 команда жиналып отыр, айтады, ертең Талдықорғанға бум-бум батл деген жарысқа барамыз. Ол сіздерде неше деді бум-бум батл? Менде күнде 7-15-те бум-бум батл 7-15-те таңертең ерте тұрып, душтан кейін бум-бум батл. Аш қарынға ма? Иә. Бум-бум батл болады екен дейді ғой Талдықорғанда ше. Соған біз 10 адам алып кетеміз. Бәрі квенчиктер. Жоқ, біздің команда, біздің бишілер квенчиктер. Сосын анау жаңа бірінші орын алған командада мен ұнататын бір қыз бар, короче. Иә. Аты Альмина емес шығар, Жоқ. Мектеп кезде ғой. Мектеп кезде ғой. Сөйтіп ертесіне балдарға айтпай, мен балдар басында біз бармаймыз деп қоймаш, бейінес, сондай дейміз да. Ал бойсың ба не деп, па? Типа бірінші орын алғаннан кейін. Сөйтіп бармайтын болады біздің команда ше. Мен бірақ таңертең 10-да газелдің жанында тұрмын, акиматтың алдында өзім. Күтіп тұрсың. Иә. Жүректі гүлдеп отыр. Сөйтіп 3 орын алған командадан ана жерде 14 шақты адам тұр ғой. Иә. Сосын айтады, анау басшылық айтады, газельге 10 адам ғана сияды. 4 Билеп көресіз ба? 4 адам үйіне қайтады дейді ғой. Сөйтеді да енді оны қалай шешеміз? Газельге ма? Оны енді Ана есігі аржан алып қой, терезе жақ, терезеден кіріп кетсең. Оны енді қалай шешеміз деп жатыр ғой. Оны енді қалай шешеміз дейді да, ана басшылықтағы 4 адам қалу керек. 4 адам қалу керек. қалай шештіңдер? 14 адамды бір-бірден Шешенге барған шығар? жоқ, 14 адам бір-бірден билейтін болды ғой. Жеке Иә, А ол жеке. кім тексереді? Сол жерде жүрген басшылық бар ғой. Иә. Бір кісі, сол кісі тексереді. жақсы. Сөйтеді да өнерлерін көріп брейк-данс билейтін балдар шандай артқа асфальт атып, Асфальттың үстінде. Иә, Олар көрсек ясно болады не ма? билейтін, сәл проф бишілер ғой шамалы Жоқ, қатысқан. иә. Сен не биледің? істеп жатыр. Театр ғой соған. От жерде Маған кезек келді. Тез. Сен биле деді ғой маған ше. Менікі андай ғой, командный би да, жалғыз өзің онша емес көрінетін ше. Мысалы, КВН-дегі любой биді жалғыз өзің билесең, онша емес ғой ол ше. Сөйтем да, мен тұрам да, битем ғой. Қайтесің? Камера жақсы түсіп тұр ғой, Әдем тұр. тұрам да. Дегенде 10 адам билесең күш шығады ше. Ана аяқтары бір-бірінің арасында шатасып жатыр. Сөйтіп 100 адам билесең де әдем болмайды бүйтіп сияқты. билеймін ғой. Сөйтіп ана ұнататын қызым бар ғой жаңағы, бүйтіп қарап тұр. Не істеп жатсың? Сен билеп тұрасың ғой. Ана қыз не істеп жатсың дейді ғой. Қазір басталады. Не деп жауап бердің? Жүріп Ештеңе деп жауап бермедім. Сосын айтты маған, қаласың деді, короче ше. сен сол Жоқ. билен ұтып қойдың ба еще? 10-қа кіріп кеттің ба? Жоқ, мен қаласың деді ғой маған. Мінбейсің деді ғой. 40-қа Газелей дейсің деді ғой, короче, өскесін. Сөйтіп Газель итересің. бару керек болды да, газельдің артына жатып бардым ғой бум-бум батылға. Сөйтіп жаңа биді Газельдің артына жатып бардың.
не деген қайсар мінез сенікі? мақсатсыз ауысып кете салды. Талдықорғанға. сөйтіп Талдықорғанға газельдің артына жатып барасың да, Талдықорған бәрі билеп беріп концерт бітеді ғой. Жюрилер бірінші орын, екінші орын анықтап кеткен кезде өзің шығып қалып жаңағын істеп тұрсаң. Кішкене арнайы бишіміз барды. Жалпы біздің Қазақстанда 135 газель бар ғой, Қазақстанда 135 газель бар. Соның мен айтайын дегенім, қазақтар мен газельдер өте тату тәтті. Иә, өте күшті ғибрат алатын оқиға екен андай. Соңына Мен дейін бару керек андай дейтін. мынандай Дабибкісі бар әңгімемен, бірақ биге қатысты менде баяғыда. Қай Мен ойшым, жасыңызда ол? енді пример Өткен өміріңізде ма? өткенде Сүйектері де сырқырамайтын кездер ол. өткенде де чүйреше өткен кезде бір 4 оқимын ба 5 оқимын ба сондай шығар. Қандай би түрі? Шафл дэнс емес шығар? Бум батл. Шафл дэнс менде 6-да. Бум 7-15-те таңертең күнде. Короче, мына Вальс деген би бар, білесіңдер ма, білмейсіңдер ма? мынандай кәдімгі мынандай кроссовкілер болады ғой, міне мынандай кроссовкілер, Верт дейтін мынандай бар. кроссовкілер. Аха. Тек адамдар сондай киетін заман. Мынандай кроссовкілердің жоқ кезі. Сен қай замандан кейін жүрсің? Неғып мен бижарақ. Ja, мен өзімдікінде айтып тұрмын ғой міне. Андай да, кәдімгі серьезный заттар да андай. Қудыртылған қатты ештеңе Ауылдың жоқ. балдарының, я көзімен қарағанда попроще андай. Қара киіну керек деген сияқты. Головой ұқсап не киіп алғансың дейтін кез ғой енді. Головасы неге басып мас? Сол кезде ауылда бір братан бар. Мынау дерзкий екен. Ою ғой, қазақтың ою голубойский ма? Жоқ, мына жерін айтты, мына жерін. Жоқ, мынау дерзкий, мынау. Жоқ, комментарийге жазсын адамдар, Ернардікі дұрыс па әлде Өзінде менің ол да жоқ қой дейді ғой. қазақша ойым дұрыс па? Онда шығып кете ғой. Сөйтіп, Ойшы мына дути кроссовкілер бар ғой, ақ, мынандай. Иә, орыстар киіп жүретін ба? Сондай мода болды ғой, танк деген машина Иә, сияқты. Білесің ба, сондай болды. Соның аппақ түрін киіп алған ғой бір братан ауылда. И анау уже көзге Америка болып тұр ғой. Ох, мынау биден береді ғой уже. Сол бректен берді. кроссовкасы үшін ба? Иә, соған 2 күн қатысқан брекке барып. Бірінші күн бардық, бірдеңелер істеді, короче. Сол қонақ кәде болса енді сізден. Сол кезден қалған. Бірінші күнді көрсетіп берейін. Осыны өттік. Сіздердің брейк-данс туралы бір көріністеріңіз болды ғой, как раз, иә? Қарабау құрамасымен бір. Жоқ, ол Елжандардікі ғой, ортаға Елжан. Елжан ағамыздың да қазір келетін сәт туындап қалды. Иә. Так, сосын бар ғой, жаңа мен айттым ғой, әр затқа қатыса беремін деп. Бір күні. Ойшым, 2 күннен қатысам ғой бәріне. Ровно 2 күннен. 2 рет барам болды, жалығып кетем, короче. И сөйтіп бір күні тайкондоға қатысам ғой. Ойлашы? Биден кейін. Тайквондо ма? Иә. Соның өзін тайкондо деп айтып тұр ғой уже. Дұрыс қатыспаған көрініп тұр ғой уже. Сөйтіп 2 күнде жаттап алып. оған 2 күн қатысқан жоқпын. Оған бар 20 күндей қатыстым. Аптасына 2 рет деген сияқты ғой енді. Сөйтіп бір күні көшеде кетіп баттым. Ауылда тұрамын ғой енді, жас баласың. Көшеде кетіп жатсам, жаңағы тренер біздің көшенің бас жағында бір жігіттің қасында әңгіме айтып тұр, короче. Алыста тұрғандай. Мен жолмен үйге қарай кетіп бат едім, өтіп баттым да. Мен андай амандаса беремін да, әркімге ассалаумағалейкум, әркімге амандаса беремін. Ассалаумағалейкум ағай дедім да анаған. Поклон қайда дейді. Көшеде ғой, базардан келатырмын мен. Маханнан базардан келатырмын мамадан. Сосын мен андай ұялшақпын ғой бұрыннан, сосын бетіне қарап. Поклон қайда дейді. Анау біздің көзімізге анау кәдімгі Брюс Ли болып көрініп жүр ғой анау дейтін. Әлем бойынша сол қатты өлсеген сияқты көрініп жүр ғой тек. Мұстафа Өзтүріктен кейінгі қазақ. Өзтүріктен кейін, иә. Поклон қайда дейді. Қасына мужиктер темекі шегіп кәдімгі. Біздің үй жақтағы мужик қой, көшенің Поклон басында. беріп тастаған уже. Оны танимын. Ол үлкен мужик қасында әңгіме айтып тұр. Анау поклон қайда деп түр салып алған біздің ауылдікі емес анау. Басқа жақтан келіп тайкондо ашып тұр ғой, иә. Сосын көшеде тұрмын бүйтіп. Ойлашы, адамдар былай машиналар адамдар өтіп жатыр өзім. Поклон қайда дейді. Бір кезде бүйтіп. Тұрмын ғой, далада да. Кунг-фуға қатысады адамсап. Короче, сөйтесің. Бүйтем ба бірдеңе сөйт, короче, күнде неге сабаққа келесің, тайкондо сабағына келесің. Спорт залға кіріп келген кезде бүйтесің, поклон бересің, короче. Анау да поклон береді, сөйтесің да. Соны көшеде. Қатты серьезно қабылдап кеткен мына кісі.
соны көшеде бүйтіп кетіп қалды. амандасуға да соны қолданған дұрыс емес сияқты бірақ Той садақаларға барып па? Ә. Көрісу кезінде ма 14 наурызда бәріне. Нұрекен, келесі оқиға кімдікі екенін табасыз деп ойлаймын сразу. Сенікі ғой да? Бұл жігіт ГАИ-дің бастығын алдапты. Соны бастықтың құдасымын деп. Сен де пофиг Ой, қалапсың ғой маған, иә, кәм. Историяны пофиг жазып алыпсың ғой. тез айтса Жаңа ГАИ-ге ұсталған, машинаның темасы, бірдеңе болса сен ғой явно. ГАИ-дің бастығының құдасымын деп алдаған ғой біреулерді. Иә, андай Наурызбайский районның ГАИ-ның аты осы дегенді білемді, бастығының аты осы дегенді. Есте сақтап қалған ғой? Иә. Типа Айбек. Иә, Айбек. Нұрбол Айтулов, типа. Иә, сөйтіп. Нұрбол Айтулов дейді. Сихастой. Білмеймін, просто. Братан. Екі кісімен бүйтіп тыңдасақ болады. Өзі біледі, өзі біледі. 05 айтшы. Давай. Не жоқ, ұстап отырсың, иә, айтатын шығарсың. Сөйтіп, Қапшағайдан келе жатқам. Көк тиын жоқ қалтада. Иә. И алдында бір машина қышып жіберді, встречкаға шығып кеттім. тиген капустон. көзің қышып еді ма Нормально давить етсің деп ше, мен негінде сүмелектеніп қалатынбыз. Ренжи ма? Қызық қылып айтса да, айтып отырсың деп. Ол ше история қызық болды. Әл бастан Бірақ жақсы айтып жатсың. ежелемей кәдімгі Трассада жақсы айдап қоятсың машина, көріп отырмын. сөйтіп Қапшағайдан келе жаттым, встречка шығып кеттім. И ГАИ тоқтатады ғой, сразу оң жаққа. Тоқтатты да кілтті жұлып алды, кішкентай баламыз 18-19-дан. Сол тоқтатады да, не үшін өйтіп встречка шығасың дейді. Аға, байқамай қалдым, қазақпыз ғой деймін. Не, Россияда жүрсің ба, не қазақпыз ғой дейтін дейді. Бәріміз қазақпыз, не дейді. Айқайлап жатыр. ГАИ сенен жақсы тычық қылып сосын. Ей, аға енді, Райынтичкісі мағынасы бар. аға енді жаспыз ғой деймін. Ой, жаспыз ғой, өте Бәрі берші. жас деді. Жоқ, мен әлі жаспын деп, мен әлі жаспын, не болды деді. Бә, полион гайд. 2-0 Гайдке қызық болды. Сөйтем де аға енді праваны бәрін алып документ алып уайымдап кеттім. Аға негізі мен аяқты ағамнан шығып келе жатқаным деді. Кім деді, мынандай Айбол деген кісі. Сіздердің бастықтарыңыз ғой дедім. Звондаш деді. Еба звонда дедім. Қай жаққа звондайтынын білмеймін. Аға өшіп жатыр деп жиналыста сіздерге жиналысқа деп шақырады сіздерді қазір деймін ғой. Сол жақтан кеттім деймін. Онда кеттік барып қайтайық та жүр дейді. Аға мен жаңа ғана шықтым аға мен кете берейінші деймін. Не үшін кетесің дейді. Кілтті бәрін алып алды. Сонымен жайлап жалындым аға, өтініш қазақпыз ғой аға. Осындай ақшаны жоғалтып алдым, бүйтіп алдым. Жаңағы кісінің құдасымын. Құда жайлы ештеңе болмап кетсе әлі айтып отырсың деп. Не ойлап отырсың сен? куда деген ғана келіп басқа ештеңе шығара алмай отыр Мен дайын тыңдап отырсың. тыңдап отырмын Жәсе, күшті айтып жатсың. Өте. Тыңдайтындар. Сөйтіп құдасымын дедім, ана кісінің құдасымын осындай дедім. Ана гаишник бетіме қарап тұрды да. Басқа бөлі Жұмабек базасын деген сияқты ғой, типа. Көрдім мен дерінар бар. Вообще андай вариант жоқ та, но бергім келіп тұрған жоқ. Праваны, машинаны, встречка лишение кетіп қалады ғой. Сөйтіп, аға өтініш дедім аға. Ештеңе ақша жоқ, просто жібере салыңызшы дедім. Бір жасаған жақсылығыңыз болсын. өтініш қылып сұрап көрдің ба Иә. Бетіме қарап, үлкен кісі ғой, бетіме қарап тұрды да. 2 сникерс әкеліп берсейші онда деді. нешеде ол жас натурой жас екен Сен орныңа басқа адам бар. Короче, бұрын мен ГАИ болдым ғой. Бір жас бала тұр, короче, алдында. Машинада мен өттім ғой. Мен ма ұйықтатып отыр. Қазақпын ғой. Мен сот шығып жатырмын машинада. Оғылмен сөйлесіп тұр да қарап қоямын былай. ГАИдің бастығы тайым дейді. Мен ғой бастығы. Иә. Маған келіп бірдеме дейді. 2 икстық жүрдім. Бірақ сол дәмді болды сосын. Құрметті достар, бізде осы шығарылым аяқталды. Келесі жалғасын келесі аптада көретін боласыздар. Командаға каналға тіркеліп ба? Кетпейміз, құрмет көрермендер кетпейміз. Ысылай, риск. Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Құдай қаласа келесі шығарылым осы. 2 азаматты бірге көретін боламыз бұйырса. Үшеумай. Рахмет, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Барлығы сіздер үшін. Сау болыңыздар.